қайда барасың дегенде балбыраған бесікті, қайыры бар есікті, ынтымақты үйге барамын деген. Бүгінде өрсін кеңге жайған Мақпалбаевтар әулеті дәл осы бақыт құшағында тербелген. Сайлау Ақсақал бұл әулеттің алып бәйтерегі. Жасынан алғырлығымен ерекшеленген ол, еңбек жолында есепші болып қызмет атқарған. Шаруасы шатқаяқтап тұрған ауыл экономикасының бойына қан жүгірткеніне замандастары куә. Еңбегіне қарай өнбегі, қария ауылдастарының ортасында сыйлы. Себебі ұдайы ұпайын емес, абыройын түгел ұстауға талпынады. Қай жұмысқа берсе де мен отказ жасаған жоқпын, сол жұмыс істей бердім. Әйтеуір бухгалтер болды, бухгалтер болдым, бас бухгалтер болды, бас бухгалтер болдым, экономист болды, экономист болдым осы шаруашылықта. Көрші шаруашылықта да бір 2 жыл бухгалтер болдым, бас бухгалтер болдым. 41 жылдай жұмыс істедім осы шаруашылықта. Қазір зейнеткерлікте үйде отырмыз. Осы ауылда Ақсақалдар кеңесінің төрағасымын. Адамның бақыты балада. Сан ғасырдан бері сөзгіден өткен сөзді Айткүл әжейде растайды. Абзалына ғұмырын ағарту саласына арнаған ұлағатты ұстаз. Сондықтан болса керек, бұл отбасындағы балалардың барлығы кішіпейіл, саналы. Себебі тәрбиесі түзу. Ал тәрбие түзу болса, бала бұрыс кетпейді. Мен педучилищені бітіріп келген кезде, ол кісі нені бітіріп кепті, армияны. Сонан барып таныстық, 1 жылдай жүріп, 73 жыл отау құрдық. Шүкір Аллаға деймін, Алланың берген бесеуі. Бесеуі де жоғарғы білім алды. Аллаға шүкір деймін. Барлығы өзімнің жолымды қуды. Бір үлкені ғана әкесінің жолын қуған. Қалған 4-еуінің бәрі өзімнің жолымды қуып, мұғалім болды. Балалардың бәрін ең бірінші білім алуға тәрбиеледік. Бұл отбасыны періштелі шаңырақ деуге толық негіз бар. 20 немеренің күлкісі көрген кісіні көз айым етеді. Шаттық, қуаныштың ұшқыны табалдырықтан ақ байқалады. Мамамыз мұғалім болғандықтан біздерде мұғалімнің баласы ондай болмау керек, мұғалімнің баласы ондай болмау керек деген сондай ұстаныммен өстік біз деген. Мамамыз өтірік айтпауға, үлкеннің алдын кеспе, сондай біреу үлкен кісі сөйлеп отырған кезде суырылып сөйлемейміз. Сондай енді бір жақсы тәрбие берді ғой, енді сондай. Өзі мұғалім болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін. Балдарым айтатын тек қай жұмысты істесеңдер де қызығып істеңдер, беріліп істеңдер. Мейлі ол майда жұмыс болсын, үлкен жұмыс болсын, сонда ғана сендер әрі қарата алып кете аласыңдар. Менің әкем айтатын, жұмыс істедің ба, жұмысың ажарлы болсын дейтін. Мейлі қандай жұмыс. Сосын жаңағыдай біреудің мүлкіне қолыңды сұқпа дейді. Өз несімен өзіңе жетеді дейтін әкем. Соның әкеміздің айтқанын істедім. Соның арқасында осындай дәрежеге келдік. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз осы неде. Бөтен емес, Аллаға шүкір дейміз. Мерейлі отбасының мық шегелері балаларымен мақтанады. Жаратқаннан ұрпағымызды ауызбіршіліктен айырма деп тілейді. Себебі бақыттың кілті берекеде емес пе? Құдайым қолдасын, еш жаманшылық болмасын, береке бірлік, бақ-дәулет отбасына орнасын. Әр уақытта осы ауызбіршілік сыйластық молынан болып, осындай бала шағаның қызын көре берейік.